1920 жылдан бастап Ташкенттен діни адамдар Арқа еліне көптеп келе бастайды. Олар кейін елге сіңсе келе, қожалар немесе көп қожа атанып кетті. Міне солардың бір тобы Мәшһүрдің атағын сыртта естіп, танысып сәлемдесу үшін Ескелдідегі қыстауына келеді. Күз уағы болса керек. Күн аса жаңбырлы болып, қожалар бір жұмадан аса уақыт жатып қалады. Бұл кезде Мәшекеңнің 3 баласы да үйінде екен. Үлкені Шарапиден және кенжесі Фазылдың үйленген кезі де Мұхаммед Әминнің 1916 жылғы ел ішінде презеп алып кеткен сапарлардан оралған шағы болса керек. Бір күні қожалардың бірі: Мәшеке, 3 балаңыз да сіздің қас қабағыңызға қарап әрекет ететін көрінеді. Ата балаға сыншы деген мәтел бар қазақта. 5 саусақ бірдей емес дейді. Атаның көңілі бір балаға ауы болады. Соған қарағанда, қай балаңыз сіздің таяғыңызды ұстай алар еді деп ойлайсыз деп сауал қояды. Ей еріккен сарттар-ай, мен сендердің осы сауалды қоятындарыңды сезіп едім деп бір мырс етіп күліп алады да, кейін ел аузына кең тарап кеткен: бір балам бар өзімнен аса туған, бір балам бар үзекшемді баса туған, ал бір балам бар кейін шегіне туған деген сөзін айтқан екен де, қонақ аз отырып көп сынайды деген, ендігісін өздерің орын-орнына қоя беріңдер дейді оларға. Кешкілік Мәшекең ортаншы баласы Мұхаммед Әминді жанына алдырып, балалары әкесі өзі шақырмаса үстіне бас сұғып кірмеген. Ұзақ қара әңгіме айтқызады. Гүлшат Шеризат қиссасын жатқа айтқызып, қожаларды тәнті етеді. Ертеңгі кеш үлкен баласы Шарапиденді алдырып, гармонь, домбыра тартқызады. Ақан сері әндерін айтқызады. Ол баласын бәйтен салдың салтына еліктіреді екен. Сол үлгіде киіндіріп, салдың ғашықтық әндеріне 3 шығармаларыңды қосып айт дейді екен баласына. Сөз арасында Мәшекең қожаларға: сендер менің келінімді де сынағыларың келіп отырсыңдар. Қане, әнге қосып 1-2 ауыз сөз айтшы мына мырзаларға деп баласына қарайды. Сонда баласы бөгелместен: Ысқақтың тамашадай аққу қызы, адамға бой тартқандай иман жүзді, үйінде қабу қауып отыр екен, ән салса даусы қандай, гәкку өнді деп соза жөнеледі. 3-ші кеш қожаларды аттандырар қонақасын. Бәрібірдей тойшы не қойшы бола бермейді. Кіші балам Фазылға желгеде жетеді. Заманы алда, тесік тас жерде қалмас деп қош айтысқан екен. Фазыл кейін ұзақ жылдар мұғалім болып, Ленин орденінің құрметіне ие болды. 1969 жылы дүние салды. Мұхаммед Әмин 1921 жылы Ташкентте тап жауларының қолынан қаза тапты. Үлкен баласы Шарапиден де көп өмір сүрмеді. 1936 жылы қайтыс болады. Көбінесе Мәшһүр жайлы ауызша деректер бұрмаланып айтылады. Міне, осы ретпен біз аз сөз қозғауды жөн көрдік. Бұл деректі Мәшһүр немересі өмірде бар көзі тірі Төлеубай Шарапиденұлы ақсақалдан естігенімізді негізге алдық.